Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бар болғаны 2-ақ жұмыртқадан осыншама көп блин пісіріп көрсететін боламын. Және де каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көріп қолдап жіберсеңіздер. Бұл жерде менің сүтім ашыған сүт. Сондықтан сіздердің үйлеріңізде ашыған сүт болса, міндетті түрде дәл осы блинді пісіріп көруге кеңес беремін. Ал енді бисмиллах деп бастайық. Бірінші біздер сүтімізді жылытып аламыз. Міндетті түрде өте қатты жылытпай, енді ашыған сүт болғаннан кейін ол іріп кетуі мүмкін. Сондықтан аз мөлшерде жылытсаңыздар жеткілікті. Енді үстінен 1,5 ас қасық қантымызды, жұмыртқамызды, ас содамызды, тұзымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне біздің массамыз біркелкі болды. Ішіндегі тұзымыз, қантымыз еріді. Енді мен бұл жерде таразыға қойып, ұнымды өлшеп салып аламын. Біздерге 300 грамм жаңағы ұн болу керек. Енді барлық массаны осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздердің массамыз дәл осылай сұйық масса болу керек. Ішіндегі міндетті түрде ұнды жақсылап араластырып алыңыздар. Енді пісіріп аламыз. Тапамыз біздердің қатты ысып тұрған, қызып тұрған тапа болу керек. Мен ешқандай да ішіне сұйық май қосқан жоқпын. Енді осылай блинчиктерімізді пісіріп ала береміз. Сіздердің пісіретін тапаларыңыздың астына алатын болса, яғни осылай блинчиктеріміз жабысатын болса, міндетті түрде 1 литрге 1 жарты ожау жаңағыдай сұйық май қосыңыздар. Сол кезде жабыспайтын болады. Енді дәл осылай етіп пісіріп ала береміз. Міндетті түрде қыздар, тапамыз қатты қызып тұрған таба болса, осылай блинчиктеріміз әдемі ажурный болып, осылай беттеріне көп точкалар пайда болады. Сол кезде сіздердің блинчиктеріңіз керемет блинчиктердің бірі болады. Блинчикке өздеріңіз қалағанша қантты көптеу қоссаңыздар да болады. Ол міндетті емес. Енді мен қантты аз қостым, себебі мен начинкасын істейтін болғандықтан 1 литрге 1,5 ас қасық қант қостым. Міне көріп тұрғандарыңызға әдемі болып пісіп шығып жатыр. Мендегі тапам 22-лік диаметрде. Енді астын алған да жоқ. Ішіне мен сұйық май қосқан жоқпын. Өте керемет болып пісіп жатыр. Әр пісірген сайын тапаларыңызды қадағалап тұрыңыздар. Міндетті түрде асты қызған, қатты қызып тұрған тапа болса, сіздердің блинчиктеріңіз дәл осылай ажурный болып, бетіне көп точкалар шығып, керемет болып шығады. Екі жағын бірдей осылай қызартып пісіріп ала береміз. Блинчикті әркім әрқалай пісіреді. Мысалы 250 мг сүтке 250 мг қайнап тұрған су құяды. Менің сүтім ашыған сүт болғаннан кейін мен ешқандай да су қосқан жоқпын. Тек қана өзінен пісірдім. Міне қыздар, блинчиктеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Қыздар, дәл осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздерші. Міндетті түрде маған рахмет айтатын боласыздар. Және де отбасыңыздан алғыс аласыздар. Қарап тұрсаңыздар, керемет, өте жұмсақ болып шықты.
1 литр сүттен осыншама көп блини шығады. Енді мен қантын аз қосқандықтан мен начинкасын істедім. Ішіне енді варенье жағып, немесе қалауыңша банан, клубника, ішіне шоколад құйып жасасаңыздар да болады. Міне қыздар, мен магазиндегі вареньені қосайын деп жатырмын. Дәл ортасына осылай 1 шай қасық вареньеден салып, осылай 3 бұрышты етіп түйсеңіздер де болады. Қалауыңызша сәндеп жесеңіздер де болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, және де сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан барынша каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Міне қыздар, блинчиктеріміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер, өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Менен және де керемет рецепттер күтіңіздер.